Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатикаға каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз, яғни Python 8-ші сынып алматы кітап 4-3-ші тақырып while циклы. Яғни біз басында айтқан болатынбыз. Жалпы циклдың түрі екіге бөлінеді. Біріншісі орындалу саны белгілі, оны арифметикалық дейді. Екіншісі қадамдық, ол бізде итерацияға байланысты болады, и орындалу саны мүмкін белгісіз болады. Яғни бұл while дегеніміз, бұл бізде әзірге дейді, болмаса орысшасы пока условие выполняется, значит бізде орындалады. Яғни бұның бір ерекшелігі, яғни циклдың ішіне түспестен бұрын ең алдымен бізде шарт тексеріп алады. Сол себепте бұны шартты цикл деп те атайды. Яғни бізде while операторының жұмыс істеу негіздерін түсіну үшін мысалға бірінші мысалды қарастырайық дейді. Ол үшін параметрі цикл тақырыбында алынған бірінші мысалды тағы да қайтадан қарастырамыз. Екі цикл операторының жұмысымен бірдей. Так, яғни бізде бұл жерде 1 мен 100 аралығындағы сандардың қосындысы бізде еске түсіретін болсақ, былайдан for i in range системімізде 1-ден 101-ге дейін дейміз. Мына жерге s тең 0, s плюс тең i и print s болатын. Сол кезде бізде 5050 деген шығатын болатын. Ал енді бізде қазір whileға апаратын болсақ, бізге циклдың басы керек болады. Цикл бізде қаншадан басталу керек? Бірінші i керек емес екен, бақта while i-ды береді екенбіз. i тең 0 айтамыз. Егер i бізден кіші болса 101-ден, значит цикл ақиқат, значит цикл бізде орындала береді. Сөйтемізді s-ке қосамыз, i-ды қосамыз. Бірақ егер де тура осыны орындайтын болсақ, бізде бұл шексіз цикл болып кететін болар еді. Себебі бізде ол ешқашандай бітпейді, аяқталмайды. Егер де осыны мұқият қараған болсаңыздар, осы циклды аяқтау үшін Ctrl+C пернесін бассақ, бізде осы бізде цикл аяқталатын еді. Бірақтан ол аяқталмады. Оны бүйтіп жаба салайын. Компьютер істемей қалды. Потолок. Диспетчер задач айырып. Так, Python'да снизить. Циклым тоқтамай қалды, яғни цикл тоқтамай қалды. S тең 0, I тең 0, while I кішкентай болса 101-ден. Сөйтемізді S-ке қосамыз I-ды. I тең болсын, плюс тең 1-ге. Бізге I 1-ге артып отырсын, сол кезде бізде шығады S. Жауап 5050. Яғни бізде тура осылай көрсек болады, қадамнан соң қайсы орындалып жатқанын. I тең тура солайын I, S тең S болсын. Мына жерде I, мына жерде өтіріп S қоя салайын. Мына тура осылайынан не болып жатқанын бұл жақта да көруге болады. Бірақ бұл жерде 101 де алынып тұр. Бірақ 101 болған кезде бұл 100-ді қосуадыр. Мынаған бірақтан 101-дің өзі кірмейді. Цикл I бізде 101 кезінде бітеді. Бірақтан ол циклдың ішіне кірмейді. Яғни 101 болады. Мына жерде I 101 болады. I болсын. Принтті мен мына жерден бере салайын. Сол кезде более түсініктірек болады. 100 болған кезде S-тің мәні 5050, 101 болса да 5050 болады, потому что I-дың бұл жақта особо несі 101 болған кезде ол бәрібір 101 кіші емес қой, 101-ден, сол себепті цикл орындалмайды.
сол кезде шығарып беріп жатыр бізге. Так, тура соны айтқан. В принципе, келесі бізде практикалық жұмыс. Берілген n натурал саны цифрлардың қосындысы жүк немесе тақ екенін анықта. Егер қосынды тақ болса бірді немесе екі санын шығар дейді. Сол кезде былайынан есептің программа кодын құруда бір ғана мәселе туындайды. n санның цифрларын қалай жеке-жеке қарастыруға болады? Математикада n санның цифрларын жеке қарастыру үшін заңдылыққа жүгінетін ек. Сонда заңдылықтардың бірі кез келген санды 10-ға бөлгенде қалатын қалдық соңғы цифрына тең. Егер n 148 100 бөлінген 10 14 және қалдық 8-ге тең, сонда цифрының соңғы цифры 8-ге тең. Есептің алгоритм шешімі осы заңдылықты программа құруда пайдаланамыз дейді. Жалпы бүйтеміз. Берілген мысалы қарамай қойық. Егер де тақ болса 1, тақ болмаса 2 дейді. n тең int input, n тең сұрақ. Былай айтамыз. While n тең емес, так, n тең емес 0-ге. Сөйтемізде бізге мынандай нәрсе керек болады. Жалпы k деген керек болады. K тең n процент 10 дейміз. Бізге еще санауыш керек екен ол. S тең 0. Біз соңғы цифрасын аламыз. S тең S плюс K дейміз. Сөйтемізді n тең n бөлінген 10 дейміз. Кеттік. Мысалға, осы жерде какой-то бір санды алайық. 7542-ні алайық. Осы мысалда енді бүйтеміз. Осы жерге хатчар жазамын. 7542 болсын. Осы кезде осы тұста k-ның мәні мысалға 2-ге тең болады. S-ің мәні 0 еді. S-ке қосты 2-ні. S тең 2 болды. N-ның мәні 7542 еді. Енді N-ның мәні жаңарады. N-ді 10-ға бөлген кезде 7542-ның ішіне 10 неше рет сияды? 754 рет. Сонда екінші соңғы саны құрайды. Сөйтемізді цикл қайтадан басына барады. N енді новыйдан бұл, бұдан басқа ешқандай код жоқ қой. Сонда цикл қайтадан басына барады. Циклда не деген? 754 тең емес 0-ге. Яғни 754 0-ге тең емес қой. Значит, цикл да ақиқат. Сонда 754-тің соңғы саны 4 болады. 2-ге 4-ті қосады. Сөйтеді, бұның мәні 6-ға тең болады. Енді қайтадан n-ның мәні жаңарады. Сонда бұл жерде мәні 754-тің ішіне 10 неше рет сияды. Сонда ол 75 мәрте ғана сияды. 75. Енді 75 қайтадан тексеріледі. 75 тең емес 0-ге. Дұрыс тең емес. Сол себепте соңғы саны 5. И S-ке 6 қосу 5 болады. Мәні оның қанша болады? Уже 11 болады. Енді 75-тің мәні уже неқта 7 болады. Себебі 75-тің ішіне 10 7 мәрте сияды. 7 болады. 7 тең емес 0-ге. Соңғы саны 7 болады. 7% 10-ның 7-ге тең. 11-ге 7 қосылады да, ол 18-ге тең болады. Енді қызықтың бәрі мына жерде. 7-ның ішіне 10 неше рет сияды? Ол 0 рет сияды. Сол себепте 0 қайтадан келеді. 0 тең емес 0-ге деген цикл бізде ақиқат емес, жалған болғандықтан бізде шарт орындалмайды. Сөйтеді, біз енді салыстырамыз. If S процент 2 тең емес 0-ге, ол бізге print 1-ді берсін. Else print 2-ні берсін дейміз. Сонда 7542 дегенді 7542 беретін болсақ, біз 7 қосу 5, 12, 12-ге 16, 16-ға 2, 8. Бұл жерде 2 шығу керек. Енді есептердің мысалдарын қарастыратын боламыз. Қазір егер де қарайтын болсаңыздар, n-ның тура осы жерде print мысалға print k дейтін болсақ, тура осы жердегі мәні оның print n дейтін болсақ, соңғы мәні мына жердегі 7542-де 7 қалып кетті. Ана жерде n-ның мәні 0 болып тұр. Қазір 7542 дейтін болсам, 2 дегеніміз бізде ол шыққан мәні, 7 дегеніміз k-ның мәні, мынау бізде соңғы n-ның мәні 0-ге тең деген сөз. Кеттік.
Келесі мысалдар. Так. n натурал саны берілген цифрларының көбейтіндісін блок схема құрастыру есептің программа кодын жаз дейді. Яғни есептің кодын жаз дейді. Яғни біздер өзгерту енгізу қажет жоқ, тура осылайынан болады. Жай ғана бізде болатын нәрсе былайынан print s болсын. Мынау бізге цифрларының қосындысын шығарып береді. Мысалға айтайық, 7542 болса, бізде 18 береді. Енді s дейтін 1 болатын болса, енді көбейтетін болса, қараңыздар, көбейтіндісін сұраған жоқ па? Көбейтетін болсақ, любой санды 0-ге көбейтетін болсаң, бізде 0 шығады. Сол себепте бізде есеп орындалмайды. Ол бізде орындалу үшін бізде s-тің мәні 1-ге тең болу керек. Изначально 1-ге көбейтілу керек, какой-то бір цифра. Сонда 4582 ол 320 болады екен. Так, 4582 320 деген санға тең болды. Ол қалай шықты дейтін болсақ, 4582 алатын болсақ, тура біріншісінде 2-ге тең болады. S-тің мәні, S-ті 2-ні көбейтетін болсақ, 2-ні көбейтетін болсақ 1-ге 2-ге тең болады. Мынаның мәні 458 болды. 458 төбеге қайтады. Сөйтті 458-дің соңғы саны 8. 2-ні 8 көбейтсең 16. Сөйтті 45 болады. 45-дің соңғы саны 5. Сөйтті 5 көбейтіледі 16-ға. 5 көбейтілсе 16-ға 80 болады. 45-те 4 қалады. 4 тексеріледі, 4-дің соңғы саны 4. 4 көбейтілсе 80, 320 болады. Ал мына жерде 0-ның мәні 0-ге тең. Есесіне 0 тексеріледі. 0 тексерілген кезде бұл тең болып қалады, циклдан шығып кетеді. Осы мәнді бізге береді. Оған подтверждение ретінде қазір мына k тең деймін да. K тең деймін. И k-ны берейін. K бізде соңғы сандағы алып тұр, 4-ті алып тұр. И мына жерге n тең деймін да. Жақшасы қайдан. N деймін да. И мына жерге өтір n дей салам. Сол кезде менде мысалы 4582-де қазір 324 и 0 шығу керек. Сонда соңғы мәндерін сақтап отыр деген сөз. Яғни есептің бізде құрылымын, яғни қай кезде не болып жатқанын оқи алу біз үшін өте маңызды. Келесі. n натурал саны берілген, сол санның неше таңбалы екенін анықтайтын блок құрастыр дейді. Жалпы бұл да оңай. Былайынан s-тің мәні 0 болады. Так, s-тің мәні 0 болады. Сөйтемізді айтамыз. Егер k процент k 0-ден үлкен болатын болса дейміз. Так. Не үшін k-мен салыстырады не бұны? Просто s-ке 1-ге арттырсам болды. Болды осы код. Қанша таңбалы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таңбалы болды. 7 таңбалы деп шығады. Қазір мысалға 4, 5, 6 десем 3 таңбалы шықты. Тура солайынан шығып отыр. n натурал саны берілген, сол санның цифрларының арасында ең үлкенін табатын есептің программасын құрастыр дейді. Жай ғана 708, 569, 54, 25 деген телефон номері берілген. Бірдеңе. Так, осының арасында ең үлкен сан 9. S тең 0. M тең 0. Так, не үшін S тауы әрі? S-ның өзімен емес, M-мен салыстырсам ба? Так, бетінде if M кіші болса K-дан, онда M тең K-ға. Болды осы. И принтқа M болады сонда. Сонда жауап, мысалға 4500 болса, бізде тура осылайдан болады. Келесі. Берілген программа кодын талда дейді. Программа жұмысын аяқтағанда экранға қандай нәтиже береді дейді. Программа нәтижесін қарап, есептің шартын анықта. Так, x тең 0. X неқта қате болып тұр. X input болу керек. X тең емес 0-ге болса дейді. Так,
мысалға бұл жерде к деген бірінші кодта мысалға бұл жерде бірінші кодта былайынан ғой санды наоборотынан жазып беру, бірақ та ол бүйтіп болғанда бірақ бұл способ негізі дұрыс емес. Негізі дұрыс способ көрсетемін. Мысалы 120 шықты, бірақ на самом деле бұларда әрқайсысы бөлек цифралар шығып тұр. Арасын бірді жабыстырып болғанда негізі ол способ дұрыс емес. Дұрыс способ былайынан болады. S тең 0 болсын. Сөйтті айтамыз. S тең S көбейту 10 плюс К болады. Негізгі дұрыс способ осы болады. Принт мысалға сол кезде S болсын. Сол кезде точно бұл санның соңғы цифрасын алып наоборотынан жазып береді. Ол есептің түсіндіретін болсам былайынан. Яғни соңғы санын алады. 0-ді 10-ға көбейтсе 0 болмай, 0-ге 3-ті қосады. Сөйтті 3 болады мынау. Сөйтті 3-ті көбейтеді 10-ға және қосады 2-ні 32 болады. Сөйтті 1-ді көбейтеді 32-ні көбейтеді 10-ға 320, 3 қосады 1-ді 321 болады. Сөйтіп санды наоборотынан аударылады екен. Келесі мысалда қарайық. Так. Бізде x% 2. Бізде бұл код, екінші код input. Бұл жерде есептің несін алып жатыр ғой. Жалпы берілген санды екілік кодқа ауыстырып жатыр. Сонда былайынан n тең int input, сонда k тең n% 2 болсын. Print k and тең былайынан істеп болғанда инанды тоже 2-ке бөлу керек. Любой 10 таңбалы санды, мысалға 100 болатын болса, 10 таңбалы 10-дық санау жүйесіндегі 100 деген сан 1100 100 деген санға тең болу керек. Яғни соны айтпақшы. 1100 100, бірақ бұны санды наоборотынан жазу керек. Сол кезде уже ол сан дұрысынан болатын еді. Бұл ситуацияда просто сан дұрысынан шықпай тұр. Так. Жалпы осы бұдан басқа тапсырма жоқ ойдым. Так, программа кодын толықтыр дейді. I тең 1 болса дейді. Так, онда while болады. I кішкентай болса 6-дан print I тең плюс тең болсын. Бірге жауап беру. Дұрыс жауап. While циклының ерекшеліктері. Бұл бізде ерекшеліктері мына жерге қарайтын болсақ. While шарттың ерекшелігі бірінші шарт тексеріледі. Мына жерде сіздерге беріліп болған. Циклды қайталану шарт деңгейі жұмыс істемей тексеріледі. Екіншісі цикл саны белгісіз болған жағдайларды қарастырғанда қолданады. Екі ерекшелігі бар. Бізде ол цикл саны белгісіз болғанда қолданылады, және шарттың цикл денесі жұмыс істемей тексеріледі. Тура осылайынан. Так, келесісін қарайық. Уже келесі тақырып continue. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға келесі кездескенше сау болыңыздар.